Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай орешкилардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер орешкиларыңыз қамыры қатты болып, дұрыс шықпай жүретін болса, дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Енді қамыры үгітілмелі, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды, оның үстіне сары майымызды салып, екеуін бірге крошка жасап алатын боламыз. Қай затты қанша мөлшерде қосқанымды осы видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Міне екеуін осылай бірге крошка жасап алатын боламыз. Менің каналымда әр аптада шығып отыратын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Енді қантымызды қосып, осылай біркелкі етіп араластырып аламыз, жақсылап. Ұнымыздың үстіне разрыхителімізді қосамыз, араластырамыз және де жаңағы жұмыртқалы массамызды қосып жұмсақ етіп қамырын елеп аламыз. Менің каналымда әр апта шығып отыратын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Міне осындай қамырымыз жұмсақ болып үйленуі қажет. Бұны холодильникке қоюдың қажеті жоқ, бірден жасап пісіре беретін боламыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін кішкене бөліктерге бөліп, осылай дайындап қоятын боламыз. Мен 7 граммнан бөліп алдым. Енді өздеріңіздің орешницаларыңызға қарай не үлкен, не кішірек граммдарын көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Міне барлығын осылай дайындап алдым. Осылай алдын ала дайындап алсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Енді орешницаларымызды алдымен қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін майымызды жағамыз. Бірінші рет пісіретін кезде жағамыз, ал кейінгілеріне жақпай-ақ пісіре берсеңіздер болады. Оттың астын қатты қоймай, бір орташадан төмендеу етіп пісіретін боламын. Бір 3-4 минут шамасында екінші бетінде аударып пісіріп аламын. Міне осылай әдемі болып пісті. Келесілерін енді май жақпай-ақ салып пісіре беретін боламыз. Осылай суығаннан кейін, біреу шет-шеттерін пышақпен қырып алып тастасаңыздар, әдемі болып көрінетін болады. Міне осылай дайын болды. Енді мен ортасына жаққанға осы Любовинка варенкасын қолданатын боламын. Өте қою, жақсы үйлеседі. Кез келген осындай қою варенканы қолдана берсеңіздер болады. Мысалы, дептіке де жақсы. Екі жағында толтырып, осылай жинап алатын боламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріп жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдырып кетуді және осы видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің таныстарыңызға да, құрбыларыңызға да видеоны жіберіп қойыңыздар.